Қазақстан ұлттық құрамасы тарихи жеңіске қол жеткізді. Томас Тухель Баварияны жаттықтыруға келісімін берген. Испания құрамасы әлем чемпионатында жеңіске жете алады дейді Барселона ойыншысы. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмасы үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Голландиялық қорғаушы Матthijs de Ligt өткен жазда өзінің Ювентус сапынан Баварияға ауысқанына қатысты пікір білдіріп өтті. Бавария сапына ауысуы мен үшін алдыға қарай жасалынған қадам болды. Ювентус керемет клуб болып табылады, бірақ меніңше Бавария чемпиондар лигасын жеңуге көбірек назар аударады. Ал менің ойымша Юве бұған қатты басты назар аудара қоймайды. Мен өзімнің Бавариядағы ойын уақытыма алаңдамаймын. Маусымның басында ойнамадым, себебі осында ауысып келгеніме дейін аз жаттықтым. Енді қазір көбірек ойнаудамын және барлығына көңілім толады, деп айтып жеткізген екен Матthijs de Ligt. Тарихи жеңіс. Ұлттар лигасының 5-ші турлық ойыны қарсаңында Қазақстан ұлттық құрамасы Беларусьте Астана Арена стадионында жиналған лық толы жанкүйерлердің көз алдында 2-1 есебімен жеңді. Михаил Габышев пен Бақтияр Зайнутдиновтың голдары бізге жеңіс әкелді. Осы жеңістің арқасында отандастарымыз өз тобының турнирлік кестесінде 13 ұпаймен жеке дара көш бастап, бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ ресми түрде Б дивизионына мерзімінен бұрын жолдама алып қойды. 2024 жылғы Еуропа чемпионатына жолдама алуға да мүмкіндігіміз бар. Осыған дейін біздің құрамамыз ешқашанда осыншалықты деңгейде сәтті өнер көрсетіп көрмеген. Сондықтан барлықтарыңызды осы тарихи сәтпен құттықтап қояйық. Атлетиконың бас жаттықтырушысы Диего Симеоне команда үшін жаңа маусымның айтарлықтай көңіл көншітерліктей болып басталмағанына қарамастан, сонда да қызметінен қуылмайды. Осы жайында ас баспасы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес Мадридті клубтың басшылары әлі де аргентиналық маманға сенім артады. Ал егер маусым сәтсіз аяқталып жатса, онда ол шынымен де қызметінен босатылуы ықтимал. Испания Ла Лигасында Атлетико 6 турдан кейін 7-ші орында келеді. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендеріміз назарларыңызда. Өнер көрсеткен командалары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Мадридтік Реал клубы хорватиялық жартылай қорғаушы Лука Модричпен келісім шартты тағы да ұзартуға мүдделі, деп хабарлайды ас баспасы. Деректерге сәйкес патшалық ұжым футболшыға 2024 жылдың жазына дейінгі жаңа келісім шартты ұсынуды жоспарлауда. Жаңа келісім келесі жылы жасалынады деп күтілуде. Бұдан бөлек Реал Мадрид хорватиялық ойыншы өз мансабын аяқтағаннан кейін де оған клубтың құрылымындағы жұмысты ұсынуды қалайды. Модричтің Реалмен қазіргі келісімі 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Лондондық Челси Вест Хэм командасының ағылшындық жартылай қорғаушысы Деклан Райсқа қызығушылық танытуда, деп мәлімдеуде Give Me Sport баспасы. Ақпараттар бойынша аристократтық ұжым ойыншыны алдағы қысқы трансферлік терезеде сатып алу нұсқасын қарастыруда. Дегенмен лондондықтарға бұл ойыншыны алу өте қиын болады. Себебі Вест Хэм ұжымы Райсты 80 миллионнан жоғары бағалап отыр. Деклан Райстың ағылшындық клубпен келісім мерзімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Барселонаның жартылай қорғаушысы Педри Испания құрамасының алдағы Катардағы өтетін әлем чемпионаты турнирінде жеңімпаз атануға қабілетті екенін айтып жеткізді. Бізді 2022 жылғы әлем чемпионатының фавориті деп есептемейтін кейбір адамдар бар шығар. Бірақ біз өзіміз турнирді жеңе аламыз деп сезінудеміз. Дегенмен жетістікке жету үшін көбірек жігерлене жұмыс жасауға тиіспіз, деп айтқан екен Педри Sport ES баспасына берген сұхбатында.
Goal.com порталы Барселона клубының тарихы бойынша ең нашар топ 15 трансферлер тізімін ұсынды. Барсаның тарихындағы ең сәтсіз трансфер деп жартылай қорғаушы Филиппе Каутиньо есептелген. Оның трансфері 135 миллион еуроны құраған болатын. Екінші орында трансфері 120 миллион еуроны құраған Антуан Гризман орналасқан болса, ал үшінші орынға Златан Ибрагимович жайғасқан екен. Оның трансфері 70 миллион еуроға бағаланған. Жалпы Goal.comның нұсқасы бойынша Барселона тарихындағы 15 ең нашар трансферлер тізімі міне назарларыңызда. Манчестер Юнайтедтің шабуылшысы Криштиану Роналду ұлттық құрама деңгейі бойынша ең үздік бомбардирге арналған жүлдені алды. Шабуылшы жалпы Португалия құрамасы үшін өткізілген 189 кездесуде 117 голды соққан. Мен осындай айтулы деңгейдегі жүлдені алғанымды мақтан тұтамын. Ешқашанда күндердің күнінде осыған жетемін деп ойлаған емеспін. Мен өзімнің мансабымда маңызды рөлді алғандардың барлығына алғыс айтамын. Бұл өте ұзақ жол болды. Бірақ мен оның әлі де аяқталмағанын айтып өткім келеді. Криш әлі де біраз шулатады, деп айтып жеткізген екен Криштиану Роналду. Барселонаның жартылай қорғаушысы Серхио Бускетс келесі маусымда Интер Майами сапына ауысуы мүмкін. Diario Sport баспасының мәліметі бойынша 34 жастағы ойыншының Барсамен келісім шарты осы маусымның соңында аяқталады. Және де тараптар оны ұзартуға асығар емес. Айта кетсек, Бускетс каталондық командада сонау 2008 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Барселонамен бірге ол 32 жүлдені жеңіп алған. Челсидің бұрынғы жаттықтырушысы Томас Тухель Мюнхендік Баварияны тізгіндеуге келісімін берген. Билд баспасының ақпараты бойынша немістік бапкер өзінің жаттықтырушылық жұмысына кідіріс жасағысы келмей, жаңа шақыртуға дайын. Немістік клуб оған осының алдындағы клубы Челсидан қарағанда төменірек жалақыны ұсынуда. Әзірге тараптар арасында ешқандай да келіссөздер жүргізіліп көрмеген. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.